Қайырлы күн, оқырмандар. Бүгінгі біздің сабағымыз аэродинамика пәні бойынша тақырыбымыз қанаттың көтерілу күші. Мен сіздермен мұғалім колледждің Сұлтанбаева Гүлдана Ізбасаровна. Бүгінгі тақырыбымыз қанаттың көтерілу күші, самолет қалай ұшады. Көтерілу күші дегеніміз не? Өзі көтерілу күші дегеніміз ол ұшақ қанаты арқылы пайда болатын, ұшақты жоғарғы бағытта ұстап тұратын аэродинамикалық күшті айтамыз. Енді басынан бастасақ, ұшу кезінде, самолет ұшып бара жатқан кезде самолетке 4 түрлі күш әсер етеді. Бірінші күш ол жаңағы қанаттың көмегімен туындалатын көтерілу күші, подъемная сила дейміз. Ол самолетті жоғары көтеріп, аспанда ұстап тұруға көмектесетін күш. Екінші күш ол самолеттің двигателі арқылы пайда болатын самолеттің тарту күші. Ол двигательдің күшіне байланысты. Одан кейінгі күш ол самолеттің салмағының күші. Салмағы жердің гравитациялық күші, самолетті жерге тартып тұратын. Және де төртінші күшіміз ол ауаның кедергі күші. Ауаның кедергі күші ол жаңағы үйкеліс пен давлениеге қатысты. Самолеттің профилін орап өтетін ауа қабаттары самолетке егерде тығыздыққа байланысты, және де ол самолеттің жылдамдығын азайтуға тырысатын күш. Осы самолетке ұшып бара жатқан кезде самолетке әсер ететін осы 4 бірдей күш бар. Енді самолетті жоғары қарай ұшыратын ол қандай күш деген сұрақ болады. Ол көтерілу күші. Ағылшынша біз оны lift деп айтамыз. Бұл күш қалай пайда болады? Бірінші принципіміз ол бізде Бернуллидің принципі бойынша. Бернулли бізде бірінші рет жасаған тәжірибесі бойынша оның тәжірибесінде не айтылады? Оның тәжірибесінде мына құбырдан өтетін ауаның жылдамдығын салыстырады, өлшейді. Сол кезде егерде мынау ауаның осы құбырмен аққандағы жылдамдығы қаншалықты өзгереді? Жылдамдықтың өзгеруі давлениеге қатысы бар. Егерде осы құбырдың біз енін өзгертетін болсақ, кішірейтетін болсақ, бұл осы құбырдың ішімен жаңағы ауа жылдамдықтары тез қимылдайды, сондықтан давлениесі азаяды. Ал егерде осы құбырды қайтадан үлкейтетін болсақ, ауа жылдамдығы азаяды, давление көбейеді деген сөз. Осы принцип бойынша қанаттың жоғарғы бөлігін мен астыңғы бөлігінде 2 түрлі давление пайда болады. Ол давление неліктен 2 түрлі болады? Себебі жаңағы шабуыл бұрышын қолдану арқылы немесе қанаттың пішініне тығыз байланысты болады. Енді тағы бір рет қайталап өтсем, қанаттың жоғарғы бетімен ауа жылдамырақ қозғалады, қысым азаяды. Төменгі бетінде ауа баяу қозғалады, демек қысым жоғары болады. Сол қысымның 2 түрлі қысымның пайда болуы көтеріліс күшінің пайда болуына әкеледі. Енді бізге көтеріліс күшінің формуласы дейміз. Бұл формулада қандай коэффициенттер бар? Бұл жаңағы көтерілу күшінің коэффициенті SU дегеніміз, екіншісі ρ тығыздық, үшіншісі V жылдамдық және аудан. Бұл қанаттың ауданы. SU дегеніміз ол не? Ол көтерілу коэффициенті. Көтерілу коэффициенті неге тәуелді? Бұл шабуыл бұрышына тәуелді. Шабуыл бұрышы дегенімізді қазір мен сендерге айтып өтемін. Шабуыл бұрышы не тәуелді? Және қанаттың профилінің пішіні. Бізде неше түрлі қанаттың профильдері бар, көбіне симметриялық және симметриялық емес қанаттар выпуклый дейді. Асты жағы түзуле болады, үсті жағы дөңестеу профильдерді қолданылады. Сол профильдерді қолдану арқылы біз қанаттың
көтерілу күшін үлкейтіп немесе кішірейте аламыз. Закрылка мен предкрылкалардың болуы ол қанаттың ауданын үлкейтуге көмектеседі. Закрылкаларды ашқан кезде қанаттың, предкрылкаларды ашқан кезде қанаттың ауданы өзгереді. Рейнольд саны дейміз. Рейнольд саны дегеніміз ауа қабаты жаңағы қанатты қандай күйде обходить етіп өтеді дейміз ғой. Ол жаңағы ауаның жаңағы қанатты сипап өтуі. Жаңағы ламинарлы ағын дейміз. Ламинарлы ағын дегеніміз ол параллельді бір-бірімен араласпайтын ауа ағыны болып табылады. Сол параллельді ламинарлы поток жаңағы қанаттың ең үлкен точкасына келген кезде ол өзінің ағысын өзгертеді. Ол жаңағы құйынды ағынға айналады. Сондықтан бұл Рейнольд саны жаңағы қай кезде ламинарлы поток турбулентті потокке айналатынын саны анықтайтын сан болып табылады. Және де мах саны дейміз. Мах саны ол жаңағы самолеттің жылдамдығы. Енді келесі өтетініміз бұл шабуыл бұрышы дегеніміз не? Шабуыл бұрышы дегеніміз бұл ең басты, осы көтерілу күшіндегі ең басты тұжырымдардың бірі болып табылады. Шабуыл бұрышынан біздің көтерілу күшіміз тікелей тәуелді. Шабуыл бұрышы дегеніміз ол профильдің хорда сызығы мен жаңағы ағынның арасындағы екі бұрышты айтамыз. Шабуыл бұрышын үлкейткен сайын бізде көтерілу күші үлкейеді. Шабуыл бұрышын азайтса, көтерілу күші азаяды. Және де жаңағы шабуыл бұрышының өзінің критикалық саны бар, ол 0-ден 45 градусқа. Біз самолеттің мұрнын 45 градусқа дейін жоғарылата аламыз, одан артық емес. Осы шабуыл бұрышының арқасында біз самолетті жоғарыға көтереміз деген сөз. Жаңағы шабуыл бұрышына әсер ететін қандай факторлар бар? Ол ұшудың жылдамдығы, ауаның тығыздығы. Ауаның тығыздығы мен ұшу жылдамдығы бір-біріне өте тығыз. Себебі самолет жоғары ұшқан сайын ауаның тығыздығы азаяды. Ауаның тығыздығы азайса, самолеттің жылдамдығы көбейеді дегеніміз. Қанаттың ауданы жаңағы закрылки мен предкрылкаларды ашу арқылы біз қанаттың ауданын үлкейте аламыз. Ол да көтерілу күшіне әсер ететін фактор. Шабуыл бұрышы және де қанаттың профилі. Қанаттың профилі бізде симметриялық, не симметриялық емес болып екіге бөлінеді. Симметриялық профильде ол кезде біз тек қана шабуыл бұрышының көмегімен көтерілу күші пайда болады. Ал симметриялық емес профильде оның асты жағы түзу болады, үсті жағы дөңестеу болады. Ол кезде біз шабуыл бұрышын үлкейтпей-ақ, өзгертпей-ақ біз уже көтерілу күшін ала алатын жағдайымыз бар. Бізде осы шабуыл бұрышының көмегімен барлық самолеттердің көтерілу күші пайда болады. Тағы бір рет қорытындылайтын болсақ, самолеттің көтерілу күші ол жаңағы самолеттің астындағы және үстіндегі екі түрлі давлениенің пайда болуынан пайда болатын күш. Самолеттің қанатының астында давление көп болғандықтан, үстінде аз болғандықтан самолет жоғары көтеріледі. Енді сұрақ, неліктен екі түрлі давление пайда болды дейтін болсақ, ол жаңағы Бернуллидің принципі бойынша ағын самолеттің формасының арқасында немесе шабуыл бұрышының арқасында самолеттің қанатының үстінде ағын тезірек ағады астына қарағандықта. Сондықтан бізде көтерілу күші пайда болады. Осымен сабағымыз бітті. Назарларыңызға рахмет.